Сәлеметсіздер ме, достар? Бүгін сіздермен бірге адамның денесі туралы таңғаларлық ғылыми фактілерді ашамыз. Адам ағзасы табиғаттағы ең жетілген механизм. Бетоннан берік сүйектер, 100 000 шақырым қан тамырлары және көздің таңғаларлық мегапикселі. Қызықты ма? Онда видео соңына дейін қарап шығыңыз, жаңа нәрселерді бірге біліп алайық. Кеттік. Бірінші факт, біздің сүйектеріміз бетоннан да берік. Адам сүйегі өте жеңіл болғанымен керемет мықты. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, сүйектің созылуға қарсы беріктігі бетоннан 4 есе жоғары. Ал қысымға төзімділігі болатпен салыстырмалы. Мысалға, адам жамбас сүйегі тіпті үлкен жүк көлігін көтеретін күшке төтеп бере алады. Біздің сүйек тіндері талшықты құрылымнан тұрады, бұл оларға икемділік пен беріктік береді. Екінші факт, қан тамырларының ұзындығы 100 000 шақырым. Адам ағзасындағы барлық қан тамырларын тізіп қойсаңыз, олардың ұзындығы 100 000 шақырымнан асады. Бұл жер шарын 2,5 рет айналып өтуге жеткілікті. Артериялар, веналар және капиллярлар бүкіл денеге оттегі мен қоректік заттар тасымалдайды. Осының бәрі жүректің үздіксіз жұмысымен қамтамасыз етіледі. Үшінші факт. Құлақ ешқашан ұйықтамайды. Ұйықтап жатқан кезде де біздің құлағымыз дыбыстарды қабылдауды тоқтатпайды. Алайда миымыз сол дыбыстарды сүзгіден өткізіп, маңызсыздарын елемейді. Осы себептен біз ұйықтай береміз. Кенеттен шыққан қатты дыбыстарға оянып кетуіміз құлақ пен ми байланысының дәлелі. Төртінші факт. Адам терісі әр 27 күн сайын толық жаңарады. Біздің теріміз әр 27 күн сайын толық жаңарып отырады. Әр секунд сайын миллиондаған өлі тері жасушалары түсіп, олардың орнын жаңа жасушалар басады. Бұл процесс терінің өзін-өзі қалпына келтіру механизмі. Сондықтан жаралар мен тыртықтар белгілі бір уақыт өткен соң жазылады. Бесінші факт. Асқазан әр түрлі тағамдарға сәйкес қышқылдығын өзгерте алады. Асқазан өте ақылды орган. Егер біз ауыр тағам, мысалы, ет жесек, асқазан тұз қышқылының мөлшерін арттырады. Ал жеңіл тағамдармен қышқыл деңгейі төмен болады. Осылайша ағза тағамды тиімді түрде қорыталады. Бұл құбылысты гастроэнтеролог ғалымдар зерттеп дәлелдеген. Алтыншы факт. Адам көзінің көру аймағы шамамен 576 мегапиксель. Біздің көзіміздің анық көру мүмкіндігі шамамен 576 мегапиксельге тең. Тіпті ең заманауи камераларда мұндай дәлдікті жеткізе алмайды. Көз көру өрісінің кеңдігі мен нақтылығы мидың ақпаратты жылдам өңдеу қабілетімен тікелей байланысты. Бұл керемет қасиетті ғалымдар офтальмология саласында зерттеген. Жетінші факт. Тіл ең күшті бұлшық ет. Тіл көлеміне шаққанда денедегі ең күшті бұлшық ет. Ол күні бойы сөйлегенде, тамақ шайнағанда және жұтқанда үздіксіз жұмыс істейді. Тілдің бұлшық еттері өте икемді және төзімді түрлі күрделі қозғалыстарды орындайды. Сондықтан тіл болмаса, сөйлесу мен дәм сезу мүмкін болмас еді. Сегізінші факт. Адам миы өзі сезінбей ауыр зат көтере алады. Шұғыл жағдайда, мысалы, қауіп төнгенде, ми адреналин гормонын бөледі. Бұл гормон бұлшықеттердің күшін бірнеше есе арттырады. Осылайша адам қалыпты жағдайда мүмкін емес ауыр заттарды көтере алады. Мұндай оқиғалар тарихта тіркелген, мысалы, ананың көлікті көтеріп, баласын құтқарғаны сияқты. Тоғызыншы факт. Адам денесіндегі ең кішкентай сүйек құлақтағы үзеңгі сүйегі. Құлақтағы үзеңгі сүйегі адам денесіндегі ең кішкентай сүйек. Оның ұзындығы небәрі 2,5 мм мен 3 мм арасында. Бұл сүйек дыбыстық тербелістерді ішкі құлаққа жеткізеді, сондықтан біздің есту қабілетімізге тікелей әсер етеді. 10-шы факт. Ми өзінен өзі электрлік дауыл тудыра алады. Эпилепсия кезінде ми нейрондары бақылаусыз электр импульстерін шығарады. Бұл электрлік дауыл бүкіл миға таралып құрысуға және есінен тануға келеді. Бұл құбылысты ғалымдар электроэнцефалограмма құрылғысы арқылы зерттеп дәлелдеген. Ми шын мәнінде ең күрделі әрі жұмбақ орган. Ағзасы таңғажайып керемет. Әрбір жасуша, әрбір орган бір-бірімен үйлесімді жұмыс істейді. Осындай кереметтерді білу арқылы біз ғылымға бір қадам жақындаймыз. Егер сізге бұл видео ұнаса, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз және арнаға жазылыңыз. Біз әлі талай қызықты ғылыми деректерді бірге зерттейміз.
Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар.